Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда гладиаторлар деген кімдер және олар не үшін соғысқаны туралы айтатын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Латын тілінен аударғанда гладиус қылыш дегенді білдіреді. Гладиаторлардың жарыстары бір кездері қайтыс болғандарды еске алу үшін жасалған, құрбан шалуға арналған ойындар болған. Уақыт өте келе бұл ойындар Рим халқы үшін шайқастар тамашалайтын сауыққа айналды. Билеушілер әртүрлі мерекелерге арнап гладиаторлық ойындар ұйымдастыра бастады. Тіпті осы мақсатта арнайы ашық ареналық амфитеатрлар салынды. Соғысқан гладиаторлардың жұптарының саны біртіндеп өсе бастады. Юлий Цезарьдің кезінде 320 жұпты құрайтын гладиаторлар жасақталған болатын. Ежелгі Рим императорлары гладиаторлық ойындарды жылына бір рет 60 жұптан аспайтын жауынгерлермен шектемек болған. Бірақ та император Ирод Агриппа Кесарияда амфитеатр ашылған кезде аренаға 700 жауынгер шығарған болатын. Гладиаторлар көбіне соғыстардан жеткізілген әскери тұтқындар мен кедейлерден алынды. Аренадағы жарыстарға қатысу құлдар үшін жаза түрінде бекітілді. Жарыстан жеңіске жеткен гладиаторлар үлкен даңққа ие болып, әр қойылым үшін ауктораментум деп аталатын қомақты ақы алып отырды. Бұл еркін гладиаторлар аукторати деп аталды. Олар өздерін ұрып соғуға, отпен күйдіруге рұқсат беретін ант беру керек болған. Рим империясы кезінде Помпейде гладиаторларға арналған империялық мектептер Луди Гладиатори құрылды. Мұнда жауынгерлер қатаң тәртіпте ұсталып, ең кішкентай теріс қылықтары үшін қатаң жазаланған болатын. Гладиаторлар қылыштасу өнерін үйрететін мұғалімдер Ланиста жетекшілігімен жаттықты. Қару-жарақпен жабдықталуы бойынша ежелгі Рим гладиаторлары бірнеше түрге бөлінді. Толық қаруланып шығатындар самниттер деп аталды. Олар ұзын қалқан, оң қолында қалың қорғаныш жең және қысқа қылышы болған. Ритарийлер, олардың негізгі қаруы тор болды. Оларды тек кең белбеу және сол қолындағы металл жеңдер ғана қорғады. Сонымен қатар олар найзамен қаруланған болатын. Ритарийлер жаудың басына тор салып, найзамен түйреп өлтіретін болған. Олардың қарсыластары әдетте қалқанмен және қылышпен қаруланған гладиаторлар, секуторлар болды. Гладиаторлардың ерекше түрі фракиялықтар болды. Олар әдетте дөңгелек қалқан пармамен және қысқа қисық қылыш сикамен қаруланған. Сондай-ақ екі атпен тартылған жауынгерлік күймеде эсадарийлер соғысқаны туралы жиі айтылады. Ал андабата деп аталатын гладиаторлар қарсыласын көруге арналған тесіктері жоқ дулыға киіп, ат үстінде дөңгелек қалқанмен және найзамен соғысқан болатын. Гладиатор ойындарын ұйымдастыратын адам Мунерариус деп аталды. Ол алдын ала ойындар күнін белгілеп, олардың бағдарламасын шығарған. Ойын басында гладиаторлар Рим императорын Аве император деген сөзбен қарсы алып, аренада салтанатты шеру өткізген. Жұпқа бөлінген гладиаторлар сигнал берілген уақытта шайқасты бастаған. Аренадағы аспаптардың даусынан жараланған жауынгерлердің дауыстарын есту мүмкін болмаған. Егер гладиатор аренадан қашатын болса, қамшымен сабалып қыздырылған темірмен ұрылатын болған. Жараланған немесе күші таусылған жауынгер сұқ саусағын көтеріп көрермендерден аяушылық сұраған. Мұндай өтінішті орындау императорға жүктелген болатын. Саусақты көтеру аяушылық таныту, ал бас бармақты төменге түсіру өлімге әкелетін соққыны қажет еткен. Аренада көз жұмғандарды арнайы ілмектермен түйреп, өлім қақпасы арқылы сүйреп алып кетіп отырған. Ары қарай тірі қалып қойғандарды қақпаның сыртында өлтіретін болған. Ежелгі Римге бірнеше рет үлкен қауіп төндірген Спартак көтерілістері де орын алған. Христиан діні гладиаторлық ойындарға қарсы шыққанымен, бұл дәстүр біраз уақыт бойы сақталған болатын. Гладиатор ойындары тек император Ганорианың уақытында тоқтатылды. Менің бүгінге айтарым осы. Келесі шығарылым туралы ойларыңызды комментарийге қалдыруларыңызға болады. Келесі кездескенше.